Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге апельсин шырыны қосылған және жаңғақтар қосылған тәтті пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен комнатный температурада еріп тұрған сары майға 3 жұмыртқаны қосып миксермен араластырып аламыз. Масымыздың үстіне секерімізді қосып біркелкі қылып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қаймақты салып, бір апельсинімізді блендерден өткіземіз және жаңғақтарымызды салып, ұнымызды салып, разрыхитель және ванилийді салып, жақсылап біркелкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Бұны қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын.